Сәлем қыздар, біз бұл жерде бисквитный мох дайындаймыз. Торттарды безендіруге арналған. Ол үшін бізге 1 штук жұмыртқа және 15 грамм құмшекер. 1 грамм асса да ештеңе етпейді. Екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Аппақ ағарғанша көпіріп, 2 еселенгенше араластырып аламыз. Осындай масса болғанға дейін араластырып болып, құрғақ ингредиенттерді қасықпен араластырамыз. Миксер қолданбаймыз. Разрыхителімізді саламыз 5 грамм. Содан 15 грамм ұнымызды саламыз. Екеуін жақсылап осылай видеодағындай араластырып, біріккенше араластырып отырамыз. Миксер қолданбаймыз. 5 минуттық жұмыс. Тортымыз сәндегенге арналған. Шөп ретінде қолданса болады. Торттың беттеріне безендіруге. Осылай масса болғанда бояғышымызды саламыз жасыл. Гелевый краситель қолдандым. Бір келкі свет шыққанша осылай араластырып аламыз. Содан өз қалауларыңызша ыдысқа саласыздар. Мен капкейктің ыдысына салдым. Кішкентай қылып бөліп салдым. Міне осылай салып аласыздар. Кәдімгі печка емес, микроволновкаға 1-ақ минутқа қосып аламыз. Ең жоғарғы скорость. Осылай 1 минут қарап тұрасыздар. Міне дайын. Осындай әп-әдемі мохтар шығады. Бұл не зат деп түсінбесеңіздер, ютубтан іздеп көріңіздер. Тортқа сәндеуге арналған. Жасап көріңіздер.